Баршаңызға сәлем, сіздермен тіл кеспек жоқ, Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Бастамас бұрын менің қайда екенімді түсіндіре өтейін. Мен қазір ауруханадамын. Осыдан бірнеше күн бұрын мен деректі фильмдер фестиваліне оралған болатынмын. Содан не керек, кеше маған телефон шалып, рейсінде бір адамнан коронавирус табылды деп хабарлаған болатын. Қазір содан тест тапсырып, нәтижесін күтудемін. Бірақ шығарылым ол туралы емес, әрине басқа жайында болмақ. Көп күннен бері коронавирус эпидемиясы туралы үнсіздік сақтап келген Назарбаев алды күні аяқ астынан халыққа үндеу жасап, не керек ақша жинауды сұрады. Айта кететін жайт, одан бірнеше күн бұрын теледидарға Тоқаев та шығып, қазынада 90 миллиард доллар бар деп шулатты. Сонымен ақша бар ма? Әлде Назарбаевтың сұрай бастағаны жағдайдың мүлдем нашарлағанын білдіре ме? Сол туралы ойлап көрейік. Экс-президент қазіргі қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанға қауіпті вирус келген күннен бастап-ақ үнсіздік сақтап, алды күні халыққа қайырыла сөйлеп үндеу жариялады. Назарбаевтың ел халыққа айтқан үндеуінің толық мәтіні елбасы сайтында жарияланды. Экс-президент қауіпті вирус пен халықаралық экономикалық ахуалды салыстыра сөйлеп, бүгінгі жағдай 90-шы жылдарға ұқсас екенін айтып, тығырықтан шығу үшін халықты Қасым-Жомарт Тоқаевтың маңайында топтасуға шақырды. Бір қызығы, әдетте теледидар алдына шығудан қалмайтын Назарбаев бұл жолы үндеуін хат арқылы жеріпті. Өзі камераға шыққан жоқ. Оның бір себебі коронавирустан қорқынышы болуы мүмкін. Бұл індет көбінесе жас үлкен адамдарға ауыр тиетіні белгілі. Ал Назарбаевтың жасы болса осы жылы 80-ге келеді. Алдымен Назарбаев қазіргі ахуалды 90-шы жылдардағы кризиспен салыстырып, халықты үнемшілдікке шақырды. Әрі қарай қауіпті вируспен күресу үшін мемлекеттің, биліктің күші жетпейтіндігін айтып, әрбір азаматты өзінің халінше көмектесуге шақырды. Одан басқа көп Назарбаевтың не дегендері туралы айтпай-ақ қояйын, жыл сайын айтатын сөздер. Одан да үндеудің басты ойына тікелей көшейін. Назарбаев ерікті азаматтардан жылу жинау үшін республикалық қор құруды ұсынды. Әрбір азамат өзінің қолынан келетін үлесін қосуға тиіс. Мен бұл қиын кезеңде ел жұртқа көмектескісі келетін және жәрдем бере алатын адамдардың қаражаты жинақталатын республикалық қор құруды ұсынамын. Осындай жағдайда бұрынғыша ірі отандық кәсіпорындар да қолдауын көрсетеді деп сенемін. Ондай қорларды әрбір облыс орталығында және республикалық маңызы бар қалаларда құру керек. Ол жұмысты тиісінше сол жерлердің әкімдері жүзеге асырған дұрыс. Бүкіл халық, қалың ел, жалпақ жұрт болып жұмылудың жарқын үлгісі мен тиімділігін біз Арыс қаласын апаттан кейін жедел қалпына келтіргені кезінде көрсеткен едік. Статаның соңы. Қорға ақша жинау әркімнің өз еркі десе де, кешеден бері әлеуметтік желілерде мемлекеттік қызметкерлерден бір күн жалақысын бұйрықты түрде жинала басталғаны туралы ақпарат тарай бастады. Онымен шектелмей, Алматыдағы блокпосттарда тұрған полицейлердің айтуы бойынша, оларға маскаларын, дезинфекцияларын өздері сатып алуға бұйрық беріп, эпидемиямен күреске ақша жинасын деген көрінеді. Естеріңізге сала кетейін, Арыстағы оқиға кезінде мұғалімдерден де бір күндік жалақысын жинаған болатын. Көмек әрине керемет нәрсе, бірақ онсыз да жағдайы күрт нашарлаған халықтан неге сұрап жатыр? Назарбаев үндеуін бизнеске арнаса, немесе мұнайдан пайда көп келген компаниялардың басшыларына арнаса, немесе тіпті өз ақша берсе, ол мүлде басқаша жағдай болар еді. Бірнеше күн бұрын өзі басқаратын Нұр Отан партиясы көмекке 150 миллион, ал өзінің атымен аталатын қор 200 миллион теңге бөлінгенін айтты. Бірақ Назарбаев үшін 200 миллион теңге бізге 50 теңгедей. Естеріңізге сала кетейін, жақында ғана Лондон соты қайдан келгені белгісіз байлыққа алынған деп Дариға Назарбаева мен оның ұлы Нұрәлі Әлиевке тиесілі үйді алып қойған екен. Ол үйдің бағасы 100 миллион доллар шамасында, яғни 50 миллиард теңгеден асады. 50 миллиард теңге деген бір ғана үйдің бағасы. Ал одан басқа мұнайдан түскен пайдамызды жинайтын ұлттық қорымыз бар емес пе? Бір қызығы, Назарбаевтан бірнеше күн бұрын Тоқаев сөйлеп, өз сөзінде дәл сол қор туралы айтып, елде ақша жеткілікті деген болатын. Біз коронавирустың жаһандық экономикаға аса қатты әсер етіп тұрғанына куәміз. Шын мәнінде әлемнің барлық экономикалық жүйесін қайта форматтау туралы сөз болып отыр. Қазақстан осы үлкен дағдарыстың әсерін бастан кешіп отыр. Алайда осы экономикалық катаклизмге қарамастан, біз әлеуметтік шиеленіс пен жұмыссыздыққа жол бермеу үшін барлық қажетті шараны қабылдаймыз. Қазақстанның халықаралық резервтері 90 миллиард долларға жетті. Бұл қаражат экономикалық тұрақтылықтың негізі. Оның есебінен мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттерін атқаратын болады. Экс-президент Назарбаевтың бұл жолғы үндеуінен кейін әлеуметтік желіде жаңадан қор құру туралы ұсынысқа қатысты пікірлерін сыни көзқараста айтып жатыр. Бізде ұлттық қор бар, екінші қордың керегі қанша дейді әлеуметтік желі белсенділері. Ал біреулері бұл Нұр Отанның қоры ма деп те жатыр. Естеріңізге сала кетейін, Нұр Отан партиясының Алматы қалалық филиалы Жаңа Алатау қорымен бірлесіп арнайы шот ашқанын хабарлаған. Бұл туралы Нұр Отан партиясының Алматы қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Станислав Конкуров онлайн брифинг кезінде мәлімдеген. Үкімет бизнесті қолдауға
қолдауға қаншама бағдарламалар бастап жатыр деп халықтан ақша жинамақ. Алдымен сіздің ақшаны жұмсайық, қалғанын сосын көреміз деген ме? Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізді қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Амандықта көріскенше, рахмет.